кеш, ханымдар мен мырзалар. Осы өмірге ырзаместер мен ырзалар. Құдай берген ағамыз солай әзілдеуші еді ғой. Иә, Сұлтанбаевтың әзілін Сұлтанбаева жаңғыртып жатыр. Иә, Сұлтанбаева жаңғыртат ұмытылып бара жатқанды, көтерет көкейде жүрген өзекті мәселелерді. Бүгінге тақырып байкот. Анау мынау емес, жұлдызды байкот. Сол туралы сөйлесейікші. Давайте поговорим, давайте. Сходу көп болғанда айтамын жүрген. Айқай шоу Твиттерде басталды. Аяқ асты байкот деген сөзді менің аузымнан қалай шығып кеткенін білмеймін. Оқыдым Твиттерде, мысалға біреу қолдап жатқандар болды, үндемей оқып та отырғандар болды деген сияқты. Қолымдағы саусақтарым байкот деген сөзді қалай тергенін білмеймін, бірақ қолдап кеткен бірінші адам Алуа Конарова болған. По идее, да, разговор начался с Алтынбека, а вообще предпосылки к этому разговору шли уже давно. Қашаннан шешімін таппай келе жатқан мәселе бұл. Еліміздегі музыкалық арналар әншілердің бейнеклиптерін эфирге шығару үшін атасының құнын сұрайды. Шыдамның да шегі бар. Міне, жарылды жұлдызды жанартау. Байкот жарияланды. Алғашқылардың бірі болып, Бейбіт Қорған бастады, соны қолдап. Қорған қолдай кетті. Қосылайық, қарсы тұрайық деді. Бейбіт Қорған қолдады, бірақ 1-2 сағаттан кейін ешқандай әншілер қолдамағаннан кейін басын тартты о жерден. Қолдау таппасымды білдім дейді Бейбіт. Жауға жалғыз шапқан батыр қашан жеңіске жетіп еді. Орыста күшті бір сөз бар да, один в поле не воин деген да. Мен де қолым сілтей салар едім. Бейбіт те қолын бір сілтеді. Жаға жыртысуымен жанжалдан 100 адам алыс жүрейін деген сияқты. Есімізде ғой, бір рет Алпамсада жігітті соққыға жықты дед, бір рет журналист қызды қамап қойды дед. Әйтеуір шатылғаны бар біраз. Алайда қорғанға қорған болды халық. Теріс қарап кетпеді ешкім. Сондай келеңсіз жағдай қайталанып кетпесін деп, Бейбіт байкоттан бас тарта салған сияқты. Әйтпесе оңайлықпен жеңілмейтін жігіт қой. Бейбіт бауырым, кешірерсің, мына жерде әншілерден ешкім жоқ екен, тек қана продюсерлер, продюсер сымақтар болды деген әңгімені айтыпсың. Бірақ продюсердің артында да 1-2 проект, 1-2 әншілер тұр. Арманжан Байтасов мырзаның кабинетінде тұрмын дәл қазір. Ол кісіні кездесуге шақырғанмын. Әншілердің байкот мәселесі турасында не дейді екен, ол кісі қазір пікірін білеміз. Я первый раз, честно говоря, услышал, что кто-то из артистов объявил бойкот. Немного по-детски звучит. Конечно, мы в курсе, мы слышали, что артисты казахстанские собираются бойкотировать музыкальные телеканалы. Твиттердегі байкоттан үріккен басшы жоқ. Я восприняла это как новость. Да, это новость, это данность дня. До меня лично вообще не даже первый раз слышал об этом, да, что артисты недовольны. Но я вам так скажу, наверное, не всем нравится платить за рекламу. Но все хотят, чтобы их реклама была. Негізі ол саясат, ол шоу-бизнес. Сондықтан да олар өздерінің эфирлеріне уақыт, өткен уақыты біздің бейнеклипті айналдырған уақыт үшін міндетті түрде ақша сұрайды. Шығармашылық, өнер туралы айтпай қояйық. Қазіргі мәселе жарнама, ақша, бизнес. Основной доход идет от рекламы. Музыкальный клип — это та же реклама артиста, такая же реклама. Чтобы потом тебя больше звали и приглашали, ты больше зарабатывал, его надо показать. Ну, за это надо заплатить, естественно. За эту рекламу нужно само собой платить. Зачем они тогда снимают клипы? Чтобы их показывали, да? Для чего, чтобы их показывали? Чтобы они зарабатывали. Это как любой бизнес. Прежде чем что-то получить, надо что-то отдать. Вот и все. Понимаете? Эфир должен быть интересен. Интересен для чего? Для того, чтобы и рекламодателям было заходить на этот эфир. Я бизнесмен, я отношусь к этому как к бизнесу. Потому что ты хочешь выстроить бизнес, продавать хорошего артиста, как продюсер. Сними хороший клип, купи хорошую песню, запиши ее, покажи по телевизору. Жұлдыз болудың жүйесі жүйкені жұқартты әбден. Түсініксіз жайттар көп өткені. Дима Биланға ақша төлеп соның клипін алып келіп, Бейонстың клипіне ақша төлеп соның әндерін алып келіп Қазақстанға насихаттап, біздің бетке ұстар әншілердің әндерін көрсетпеу мен үшін қылмыс. Шетелдің клиптері біздің телеарналарда тегін айналады. Сол ақшаны төлеуге дайынсың ба? Бәрі қымбат деп жатыр. Енді ол жақтарын мен ешкімге ешқандай сын айта алмаймын. Біздер өйткені мына жақта жүріп
қазір ол кісілерді жамандап, одан кейін барып ол телеканалдарға барып өзіміздің әндерімізді беріп, ротацияға беріп отқанымыз ұяттау болады. Ресейлік әншілер олар ешқандай ақы төлемейді. Енді шығармашылық процеске көшейік. Ақша өз алдына кейбір бейнебаяндар өтпей қалатын боп шықты. Өткенде болды, апардым, худсоветтен өтпеді. Ол бейнеклип сапасы жоғары, әні де жақсы. Түсірілген клипім негізінде хит-ТВ-ға онша ұнамай қалыпты. Себебі біздің форматқа жақын қарамайды дейді. Ол жерде қазақилық көрсетілген еді шамалы. Хит-ТВ-де қазір жаңадан бір директорлер кепті, орыстар. Именно қазақтың клиптерін мынау форматқа келмейді деп көптеген қазақша клиптерді қазір көбісі қоймай жатыр. Оларға енді қазақи ән, болмаса қазақи клип ұнамайтын көрінеді. Ал арна басшылығы былай дейді. Мы поддерживаем современное направление поп-музыки. То есть и, соответственно, и клипы, они должны соответствовать этому формату. То есть на каждом канале существует определенный формат, определенные правила. Неге өтпей қалады сапалы түсірілген бейнеклип? Мен сұрадым, неге сіздер өткізбедіңіздер? Вообще-то песня хорошая, но, не знаю, не подходит формату дейді. Сонда олардың форматта болады. Міне, тура осы туынды сын көтермей жатқан. Бізге қазір бұл нәрсеге, біздің хит-ТВ арнасында бұндай клиптер өткізілмейді деген нәрсені айтты. Сол сөйтті, мен адам жарайды дедім, мен оны барып алып, жоқ, маған өткізші болса бірдеңе деп тұрмаймын ғой. Мен айтам, вы знаете вообще стиль не екен деймін да? Мысалға, живой группамен жазылды. Поп-рокта. Поп-рок, медленный поп-рок барлығы. Вы сами не знаете, вы сами даже причины не знаете. Лучше сразу скажите, жоқ, қазақтарға жол жоқ деп бітті. Сіздердің көріп отырғандарыңыз ел аузындағы бағдарламасы, осыдан үзбей көре беріңіздер. $6000, то есть как бы это была сумма озвучена. Нет, 6000 у нас никогда не была сумма. Басшылық өзге ұлттар, басқа ұлттар. Содан деп ойлаймын. Өйткені ол барлық әншілердің көкейінде жүрген жарасы. Көп әншілерді естідім. С приходом Инны Владимировны цена поднялась еще. Өкпенің барлығы тікелей мына кісіге қатысты болып тұрғаны. Алуа Канарова писала, что у нас ротация подорожала, что-то, я не помню, до 6000. Да. $6000, то есть как бы это была сумма озвучена. Нет, 6000 у нас никогда не была сумма. Надо же, так интересная ситуация. Әрине қымбат. Бір айға $5,500. Ол не деген сұмдық? Сұмдық деп жаға ұстап жатқан әншілер ғана. Арна басшылары оған бас қатырмайды. Я, честно говоря, вообще не знаю цены, потому что у нас есть топ-менеджмент компании, где немного далек от таких вещей, как прайс-лист или что-то еще. Арманжан мырза майда шүйде прайс-листтермен жағаласып жатсын ба? Бұл өзі жомарт кісі екен. Ақшадан көрі достықты биік қоятын. Еркеш Шакеев, мы очень близкий друг, не секрет, я готов об этом говорить. Не знаю, у меня в голову не придет сказать, там, Еркеш, заплати мне вот за это. Значит, с вами надо подружиться. Подружиться всегда нужно, никогда не помешает. Надо уметь строить отношения просто. Дружить, конечно, нужно со всеми, и это правильно. То, что сейчас там дружить и так далее, на камеру можно все что угодно сказать. Продюсер дос болуға негізі қарсы емес. Я совершенно не скандальный человек, я стараюсь со всеми дружить. Но я не понимаю, когда человек, допустим, не имея журналистского или какого-то, не знаю, специального образования, приходит на телеканал управлять им. Если ты не профи, то ты учись, по крайней мере, и подстраивайся под рынок и под менталитет страны. Продюсердің бұлай қатты ашулануына да себеп жоқ емес. Меня лично возмутил тот факт, что телеканал Хит ТВ не принимает национальные клипы, в частности группы Алашулы.
У них же существует некий худсовет, вот, и, значит, как мне заявили, что вот этот вот псевдопатриотизм пафосный, он как бы на канале, такому каналу, как HitTV, он, значит, скорее всего, не будет поднимать рейтингов, и такие клипы, они не будут размещаться. Кейбіреулердің псевдопатриотизм дегендері мына жігіттердің бойындағы дарыны. Осы орайда Қалқаман ақынның өлең ойға оралады. Қасиетіңнен айналдым, кешір, домбыра. Керуен сазым, тоналдау көшіңнен мұра. Жатырынан жерініп, жет атасына, өр көкіректерді қайтейін, өшінген мына. Біз өз елімізде қазақстандық ұлттық нақыштағы клиптерді қолдамағанда, оны қайсы ел қолдайды? Ол Ресейге де керек емес, шетелге де керек емес. Как мне кажется, мы живем в Казахстане, мы живем в своей стране, и я считаю, что подобные клипы на национальную тематику, то есть там нет никакого шовинизма, национализма ни в коем случае. Они вещают, значит, о своем народе, об истории своего народа уже как бы вот в более, скажем, современной подаче. Что в этом плохого? Алуа ханым өтірік айтпайтын шығар. Алайда білдей бір арнаны басқарып отырған мына сүйкімді келіншектің де өз шындығы бар. Нет у нас никакого, скажем, запрета на то, что юрты или еще что-то. Нет. Просто если композиция с теми же юртами, то есть она в национальном стиле, но она в современной обработке, это наоборот, это здорово. Это очень здорово, и мы пропускаем такие клипы. То, что говорит Инна Владимировна касательно того, что там они не принимают с удовольствием национальные клипы, я скажу, что это неправда, что мне было сказано совершенно другое. И тем более услышать это из уст какого-то совершенно молодого сотрудника телеканала, который я не знаю абсолютно, который не музыкант, значит, обсуждать клип, мою работу, которую я проделала с ребятами, в смысле, ему никто права не дал. Бірін жақтап, бірін отқа салудан аулақпыз. Өздеріңіз көрерсіздер енді. Ал Алуа ханым өз шешімін шығарып қойған. Мои проекты музыкальные не будут размещаться, значит, в эфире этого телеканала, пока, возможно, не сменится руководство. Или не будет лояльных цен. Концерттерге барады. Жеке концерттері бар. Сколько они ставят там цену, это значит так необходимо. Қызыл өрік, сүйіп қалдым сені көріп. Айғада апарайын, әлемді шарлайын. Мен біліп звондаған кезде, мысалы мен өзім енді өнерде жаңағы музыкальный образование бар болғандықтан мен айтамын да, причина в чем? Я сұрасам, у вас стиль не та, ну, так, қазақша деп, қазақбайский деген сияқты. Иә, бәрін шешетін худсовет. Өздерінің бір комиссиясы, арнайы комиссиясы бар екен. У нас, само собой, есть художественный совет. Худсовет у нас состоит из 4 человек, где обязательно присутствует человек с казахской редакции. Это главный редактор, это генеральный продюсер и я. Айтпақшы, осы аптаның елең еткізер жаңалығы. Сөз арасында айта кетейін, Казнетті шулатқан жап-жас министріміз Твиттерге тіркелді. Тіпті сұхбат беруге де келісті. Ел аузында бағдарламасынан ел аузында жүрген Әбденовті көрулеріңіз әбден мүмкін. Проблема бар, анықтадық, енді сұрақ. Әншілер неге қолға алмайды бұл мәселені? Неге жиналмайды? Жігіттерге айтқам, қолға сағам. Осыны бәріміз жүре бермек бейді. Бірге қолға алайық деп. Бірақ бәріміз енді той болады, концерт болады, бәрі өзінің жеке басымен жүр. Осы жаңа бір жерлерге шақырған кезде ғана басымыз қосылып жатады, бірақ ол кезде жағдай сұрасу, болмаса осы нәрсе жасайық деген нәрсе ойымызға да келмейді ғой. Қалайсың, жақсысың ба деген нәрсемен ғана шектеліп қана қоямын. Той тағы да барлығымызға құтты болсын, ұзағына сендірсін. Той десе қу бас домалайды. Ашық аспан айдың жүзі жымыңдайды, ақ қайыңдар самал желмен қимылдайды. Ағалар тілек айтқанда, нақ ақша болады, неге үрмайды? Зритель бар ма менде? Мы выходим, да, на последнюю песню? Әншілер қауымы осылай концерттерде
кездеседі. Әзірге ешкімнің ештеңеге алаңдап тұрған жайын көрмедім. Әншілер неге ауызбіршілігі жоқ, сондай бытырап жүрген халық бір сөзбен айтқанда, тырнақшаның ішінде? Тырнақшаның ішінде дейсің бе? Тек қана әртістерде ғана емес деп ойлаймын мен. Ауызбіршілігі жоқ. Өйткені ауызбіршілігі жоқ дегеніміз, менің ойымша біздің барша қазаққа тікелей қатынасы бар дүние деп ойлаймын. Осындай тойлар бар, концерттер бар, және өнер адамдарының басы әдетте әуежайда қосылады. Біз Астанаға ұшып бара жатырмыз. Досымжан мырзамен шығып келе жатырмыз біз. Не ойлайды Досымжан мырза бойкотқа қатысты? Әншілердің жиналуы мүмкін бе? Әлде мүмкін емес бе? Неге? Жиналады ғой. Бұлай негізі ауызбіршілік бар ма біздің Қазақстандық шоу-бизнесте әншілердің арасында? Бар сияқты ма, әлде бар ма? Бар. Ешкім ауызбіршілік сезбей жатыр ғой жаңа. Енді бейбіт ренжитіндей бар енді. Ал кеттік деген кезде бейбіт айтады, мен бір өзім шығам, қалғандары бұқып қалады дейді. Твитке дейінге бұған дейін бұл көтеріліп жүрген азаматтардың ортасындағы қазір қағаз түрінде емес, ауызша түрінде бұл іске асырылып жатыр. Бұның айналысып жатқан адамдар бар. Балалар бар. Бұл мен бұл мәселе туралы твитке дейін бұл мәселе көтерілген. Осымен айтысып жүрген 20 жылда қосып жатқан, ана бүйтіп жатып сахнаға елес жасаған өзім осы уақытқа шейін көрмедім. Даналығыңыз тағы бар, шалалығыңыз тағы бар. 50%-ға шалсың да 50%-ға баласың. Айнұр ханымның айтуынша, айтыскер ақындардың арасында ауызбіршілік мықты, ал әртістерді білмейміз. Ешқандай клипсіз, ешқандай ротациясыз менің ойымша әнші болуға болады. Вытереть слезы на своем лице и сказать: слушайте, ребята, какие вы козлы. Сонымен жұлдызды бойкот нәтижелі бола ма? Әлде тағы да жылы жауып қоя саламыз ба? Анау айтады, мынау айтады, сонымен суып қалды. Все пяткой в грудь себя бьют, в соцсетях там пишут, там звонят по телефону: давай, а потом, когда уже подходит дело к конкретным действиям, никто не отвлекается. Ал бәріміз кеттік па, қосылайық. Ал бәріміз кеттік, енді осыларға бойкот жариялайық. Ал енді кеттік, қазір барлығымыз осы қағазды барлығымыз бір ауыздан барып толтырып, қолдарымызды қойып, мынаны жоямыз, мынаны жасаймыз, мынаны сұраймыз деп айтып жатады. Қанша болды мен осы өнерде жүргеніме? 17 жыл үлкен сахнада. Бірақ әлі күнге дейін сол көтерілістер ешқандай нәтиже көрсете қойған жоқ. Қорқады. Жаңағы хит-телевидение арнасының директоры не дейді, басқа арналардың директоры не дейді? В обсуждении принимают участие, можно сказать, все артисты, но в итоге остается 2-3 артиста, которые, ну скажем, вот на поле боя. Әртістердің арасында әрине ауызбіршілігі бар. Өйткені соңғы болған Қайраттың жаңағы мәселесінде шешкенде барлығы бір болып жиналып, сондай бір көмек көрсетуге бел буды. Мен ойымша бәрі бірге қосылған, әртістер бір-бірінің бірі үшін бәрі қосылған. Бұл қандай да болсын пиардан артық деп ойлаймын. Адами қасиет. Иә, қасиетіміз сол көрініп тұр, осы жерде сол бірлік көрініп тұр пиардан гөрі. Конечно. Маш, ты же помнишь эту историю с Тунсековым, да? Эх, Люся, Люсь, сол кезде топырлап жинала қалған жұлдыздардың осы жол неге басы қосылмады деп ойланамды. Мысалы, Тунсековтың кезінде барлығы өзінің бір пиаршын келді, я? Есть такое дело. Поэтому я просто плюнула, на самом деле. Мне говорят, не нужно, вдруг там тебе перекроют пути, нам всем перекроют ходы-выходы и так далее. Нас просто боятся. Что я здесь должна? Вытереть слезы на своем лице и сказать: слушайте, ребята, какие вы козлы? Нет, ну, мне кажется, я говорю, не хватает вожака. Өзімізді сөйтіп жұбатып жатырмыз әзір. Жұлдыздардың басын біріктіруге болады. Тек көшбасшы керек деп. Когда люди собираются, такой вот профсоюз музыкальный, то они много чего могут добиться. Если у них будет вожак.
Спорный вопрос. Спорный вопрос. Мне кажется, что возможно соберутся, возможно нет. Артисты могут это сделать и сказать, что не будут показывать свои клипы на казахстанских телеканалах. Это их мнение, их решение. Я что здесь могу делать? Бұл мәселе аяғына дейін жетпейді деп ойлаймын. Жарайды, бәрін қойып, бір сәт қиялдап көрейікші. Ал, шықты жұлдыздар. Ал, бастары бірігіп, нағыз бойкот басталды. Музыкалық арналарға бейнеклиптерін беруден бір күнде бір ауыздан бас тартты. Я даже себе представить не могу, что все откажутся. Это невозможно. Хорошо, а куда они пойдут? Вот мне просто вот интересно, да? Вот я ничего, здесь никакого подтекста, мне просто интересно. Куда? Всегда можно найти альтернативу. В лице другого телеканала, в лице какого-то другого ресурса и так далее. Бұдан бөлек қаншама республикалық арна бар, қаншама радио бар. Егер де клипті көрмесе де, құдайға шүкір, қазір YouTube бар, Кастуб бар, Рутуб бар. Жалпы қаншама деген онлайн хостингтер бар. Солар арқылы клипті де көруге болады. Концерттерге барады. Жеке концерттері бар. Болмаса бірігіп жасалып жатқан қаншама концерттер бар. Жоқ, жалпы өнерде көптеген жолдары бар ғой. Тек қана клиппен ғана емес, басқа да жолдары бар. Ол осындай үлкен концерттер, іс-шаралар, қайырымдылық болсын, не болмасын, жаңағыдай үлкен концерттер болсын, не болмасын, ауылға барып концерт қою керек деген дейді. Иә, онымен қоса, сапалы дүниелерін әншілер қауымы біздің арнамызға және Орда FM толқынына ұсынса болады. Эфир тегін. Соның барлығын жасабақты, ешқандай клипсіз, ешқандай ротациясыз менің ойымша әнші болуға болады. Кезінде ешқандай ротациясыз-ақ хит болып кеткен Ақмаржаны бар, Заттыбектің. Тағынғанда Ақмаржан, тағынғанда Ақмаржан талашы. Өзгелер әдемі интерьер іздеп сабылады. Мәселен, еліміздегі жалғыз метроның ішінде. Не шетелге арнайы барып пальманың түбінде түсіреді. Заттыбек мырза осы уақытқа дейін бірде-бір әншінің ойына келмегенді істеді. Атқорада бейнебаян түсір. Өзгелер қымбат көлік алдыртады, оны әртүрлі ракурстан көрсетеді. Ал Заттыбек мырза шетелдің машинасын емес, Шымкенттің тігін машиналарын көрсетіп, тағы да таң қалдырды. Қысқасы, ешқандай гламурсыз гүмп етіп кіріп кетті шоу-бизнес әлеміне. Оның сырын тіпті ең мықты деген продюсерлерінде әлі күнге түсіне алар емес. Я не знаю, эти феномены я не знаю. Заттыбек, Қайрат Нұртас, я не знаю, что для этого нужно. Иә, Қайрат Нұртастың да не магниті бар екенін ешкім түсіндіре алмайды. Әр жазған әні хит, әр концерты аншлаг. Кажется, ничего у нас не изменится, когда в жизни. Так и будет у нас, я не знаю, там Заттыбек у нас будет рулить, Злой у нас будет звучать в лучших ресторанах города. Так что вот такая вот ситуация очень грустная, на самом деле. Не знаю, Маржанка согласна со мной или нет, но, в общем, меня все бесит. Айтпақшы, әлі бейнеклипі шығып үлгерген жоқ, ал Жеменейдің қызыл өрігінсіз бүгінде бір той өтпейтін болды. Ол да бір қызық феномен. Біздің әншілер үшін қалыпты жағдай. Ал Қытайдан қоныс аударып келген Әділ мырза әлі күнге дейін түсіне алар емес. Неге өз елімізде, өз арналарымыз өз тіліндегі дүниелерді шеттетеді? Қытайда енді мемлекет жағдай жасаған, мысалы, тап-таза 24 сағат қазақша арна бар. Қолдау жоқ болар мүмкін жоғары жақтардан. Ол қысып, соның барын қолға алады. Олар енді Қазақстан болғаннан кейін қазақ халқы үшін жұмыс жасау керек. Әркім өз бетінше жұмыс істеп жатыр. Ну, не знаю, честно говоря, вот у нашего продюсера есть своя система вот, по поводу ротирования на каналах. Я вообще всегда принимаю условия рынка и работаю по этим условиям. Сколько они ставят там цену, это значит так необходимо. Өзгелер қымбат деп шырылдап жатқанда, бұл продюсер неге шағым айтпайды? Ақшасы көп пе? Әлде... Ну, наверное, с Арманжаном Байтасовым мы дружим. Если честно. Ну да, мы большие друзья. Оп, міне, шешімі де табылды. Бойкотты қайтесіздер. Байтасовпен дос болыңыздар. Подружиться всегда нужно, никогда не помешает. Ребята, давайте жить дружно.